Бүгін біз уақыт қақпасын ашып, 18 ғасырдағы қазақ халқының рухани өміріне саяхат жасаймыз. Бұл дәуірде елдің тарихы, салт дәстүрі мен адамгершілік қасиеттері жыраулардың жырларында сақталған. Қазір біз сол дәуірдің рухымен жүздесеміз. Қазақ халқының ауыз әдебиеті ел жанының айнасы. Жырлар, аңыздар мен мақал-мәтелдер арқылы халқымыз өз тарихын, өмір салтын және даналығын ұрпағына жеткізді. Бұл ғасырлар бойы сақталған рухани қазына. Бұл ұлы ойшыл әрі жырау Бұқар Қалқаманұлы. Ол Абылай ханның кеңесшісі болған. Бұқар жырау халықты татулыққа, ерлікке, ел бірлігіне шақырды. Оның жырлары ел басқарудағы даналықтың үлгісі. Жыраулар өз заманының шежіресін өлеңмен жазған. Олар елдің басынан өткен ауыр кезеңдер мен ерлік оқиғаларын жырға қосты. Үмбетей мен Тәттіқара жыраулар батырлардың ерлігін дәріптеді. Олар Бөгенбай, Қабанбай сияқты ел қорғаған ерлерді жырлап, халық рухын көтерді. Бұл жырлар ерліктің, отансүйгіштіктің символы. Сондықтан жыраулар поэзиясы халықтың ауызша тарихы. 18 ғасырда айтыс өнері кең дамыды. Ақындар суырып салма, өлең арқылы халықтың қуанышын да, мұңын да жеткізді. Айтыс ойдың кереңдігі мен сөздің тапқырлығын танытқан өнер. Қазақ халқының тұрмыс салт жырлары тәрбиенің бастауы. Бесік жыры, сыңсу, жар-жар, тойбастар сияқты өлеңдер халқымыздың өмір салтын көрсетті. Олар арқылы ұрпақ үлкенді құрметтеуді, инабаттылықты үйренді. Музыка мен күй өнері де ауыз әдебиетімен тығыз байланысты. Қобыз бен домбыраның үні арқылы халық өз сезімін, қуанышы мен қайғысын жеткізген. Күй жүректің тілі, халықтың жан дауысы болған. Қазақ халқы шежіре арқылы өз тегін ұрпақтан ұрпаққа жеткізген. Бұл дәстүр ұлттың тарихын, бірлігін және туыстық байланысын сақтап қалуға көмектесті. Шежіре халық жадындағы тарих кітабы. 18 ғасырдағы қазақ ауыз әдебиеті рухани байлығымыздың алтын қазығы. Жыраулар мен ақындар ел бірлігін, адамдықты, адалдықты жырлады. Бұл мұра халқымыздың мәңгілік жүрегіні. Балалар, міне, сендер жыраулар дәуірінің рухымен таныстыңдар. Ауыз әдебиеті біздің тамырымыз, халқымыздың жаны. Ендеше оны қастерлей білейік.